Сәлем достар, бүгін біз 4-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі пәні бойынша жаттығуларын орындайтын боламыз. Ендеше 33-ші бет, 3-ші жаттығудан бастайтын боламыз. Plain, ask and answer. Use the information below or your own ideas. Балалар, бұл жерде тақырып орындайтын ештеңесі жоқ, яғни өздерің ойларымен жазасыңдар, апайлардың көмегіменен, мен сендерге тек қана белгілеп, жазатынын жазып, көрсетіп, түсіндіретін боламын, Ендеше біз 4-ші жаттығудан бастаймыз. How are you going to begin and your presentation? Read, choose, and write B for beginning or E for eating. Ask your classmates a question, Класстан сұрақ сұрады, Do you know who the son's favorite break was? Яғни, кто любимый сын? Столица. Яғни, бізде болады, бұл жердің жауабы В болады. Қысқаша нұсқаша түсіндіріп кетем, балалар. Уақыттарында алмайын, үй тапсырмасын орындап, ертерек жатуға тырысыңдар. 3-шісінде болады бізде В, 4-шісінде болады бізде Е, 5-шісінде болады бізде В, 6-шісінде болады бізде Е. Балалар, осы қиын ештеңесі жоқ. Қысқаша нұсқаша, міне өздеріңе түртіп керек болса белгілеп қойыңдар. Бұл жерде тек қана біз әріпті жаздық. Қасында тұрған ешқандай да жаттығулар емес, жай ғана практика, совет, кеңестер айтылған. Сол үшін де өздеріңе керек болса түртіп, аударып, оқып, ізденіп, өздеріңе керектілерін аласыңдар. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Балалар, рахмет.